6 сабақ. Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Мен сендерге ауызша жауаптарын айтып кетемін. Фонетика әлеміне саяхат. Табиғат ғажайыптары. Тыңдаған мәтіннің тірек сөздерін белгілей аламын. Тірек сөздер арқылы мәтіннің мазмұнын айта аламын. Мерей тыңдашы, айналамыздан сан түрлі дыбыстар естіледі. Ұшып бара жатқан ұшақтың гүрілі, желдің гуілі, судың сылдыры, иттің үрген дауысы, құстардың сайрағаны, күннің күркірегені, ағаш жапырақтардың сыбдыры, тағы басқа дыбыстар естіледі. Бұлардан басқа тіл дыбыстары бар емес пе? Бұлар бір-бірімен бірге мағыналы сөз жасайды. Тіл дыбыстарымен естиміз, әрі айтамыз. Осы тіл дыбыстарының жасалу, айтылу, естілуін, буын, екпін, интонация мәселелерін тілдің фонетика саласы қарастырады. Саяхатымызды тіл дыбыстарынан алдыңғы сыныптарда өткен материалдарды қайталап еске түсіруден бастаймыз. 25-ші тапсырма. Сөздерді оқы. Көбелек, шың, ұлан, ер, жапырақ, өлке, көгершін, пияз, киік. Әр сөзде неше дыбыс, неше әріп барын айт. Көбелек. 7 дыбыс, 7 әріп. Шың, 3 дыбыс, 3 әріп. Ұлан, 4 дыбыс, 4 әріп. Ер, 2 дыбыс, 2 әріп. Жапырақ, 7 дыбыс, 7 әріп. Өлке, 4 дыбыс, 4 әріп. Көгершін, 8 дыбыс, 8 әріп. Пияз, 6 дыбыс, 5 дыбыс, 4 әріп. Киік, 5 дыбыс, 4 әріп. Қай сөзде дыбыс пен әріптің саны бірдей емес? Пияз және киік сөздерінде дыбыс пен әріптің саны бірдей емес. Дыбыс пен әріптің бір-бірінен өзгешелігі неде? Әріп жазылуында, дыбыс айтылуында ерекшеленіп тұрады. 26-ші тапсырма. Сызба бойынша тіл дыбыстары туралы білетініңді айт. Дыбыс дауысты дауыссыз дыбыс болып екіге бөлінеді. Дауысты дыбыс жуан жіңішке болып екіге бөлінеді. Дауыссыз дыбыстар қатаң ұяң үнді болып үшке бөлінеді. 27-ші тапсырма. Мәтінді тыңда. Бұлт өзеннен су алса. Кейде сіркіреп, кейде нәрестілеп жауатын. Жаңбыр қайдан шығады? Шағын бұлақтан. Үлкен өзендер қайдан барып құяды? Осы сулардың біразы егінді суғарғанда, жазық жайылымға жайылғанда жерге сіңіп, жер астындағы су қорына қосылады. Содан кейін бастау немесе құдық арқылы қайтадан жердің бетіне шығады. Ал кейбіреулері үлкен көлдерге құяды. Көл айдыны арқылы буланады да бұлтқа айналады. Содан соң жаңбыр болып жерге қайта жауады. Бабаларымыздың бұлт өзеннен су алса ғана жауады деуі содан шығар. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ не туралы? Бұлт туралы. Екінші сұрақ нелер туралы? Жаңбыр, жауын туралы. Жер астындағы су қорына нелер қосылады? Жер астындағы су қорына жауын шашырындар қосылады. Су жердің бетіне не арқылы шығады? Су жердің бетіне құдық арқылы немесе өзен көлдер арқылы шығады, бұлақ арқылы шығады. Кейбіреуі қайда құяды? Олардың кейбіреулері үлкен өзендерге, үлкен көлдерге барып құяды. Көл айдыны арқылы не істейді? Көл айдыны арқылы су бұлттанып, қайтадан жаңбыр болып жауады. Бабаларымыз бұл туралы не деген? Бабаларымыз бұлт өзеннен су алса ғана жауады деп айтқан. Қарамен жазылған сұрау мағынасындағы сөздерге жауап болатын сөздерден тірек сөздер қатарын құра. Жаңбыр, шағын, бұлақтар. Өзің құраған тірек сөздер бойынша мәтіннің мазмұнын айтып көр. Мен құраған тірек сөздерге тоқтала кететін болсақ, жазық, бұлақтар,
және де бұлт. Жиырма сегізінші тапсырма. 18-ші беттегі мәтіннен нақыл сөзді тауып жаз. Сол сөйлемдегі сөздерге үлгі бойынша дыбыстық, әріптік талдау жаса. Жазбаша талдау үлгісі. Бұл жерде жазбаша талдау үлгісі тұр және ауызша талдау үлгісі де көрсетілген. Біз мына жердегі мәтіннен бір сөзді алайық. Өзіміз талдап көру үшін көл сөзін алайық, балалар. Көл дегенде бізде үш әріп: к дауыссыз, үнді, ө дауысты жіңішке, л дауыссыз үнді. Және көл сөзінде бір буын, үш әріп, үш дыбыс бар. Бір дауысты дыбыс, екі дауыссыз дыбыс бар. Ауызша талдау: көл сөзінде бір буын, үш дауысты дыбыс, үш дыбыс, үш әріп, бір дауысты дыбыс, екі дауыссыз дыбыс бар. Сөздің бірінші дыбысы к, ол үнді. Сөздің екінші дыбысы ө, жіңішке, дауысты дыбыс. Л дыбысы үнді, дауыссыз дыбыс. Шығармашылық үзіліс. 29-ші тапсырма. Сызық бағытымен бастапқы бір әріптен кейін екі әріп тастай отырып, оқығанда мәтел шығады. Мәтелді түсініп оқы. Мәтелден бір дауысты, бірде дауыссыз болып тұрған дыбысы бар сөздерді тап. Неге олай екенін дәлелдеп көр. Осы мәтелдің қандай мәтел шыққанын балалар комментарияға жазып кетейікші.